Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Ақсу ауданы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы орта мектеп гимназиясының математика пәні мұғалімі Сағынбекова Самал Сәлібекқызы. Менің бүгінгі сіздермен өтетін видео сабағымның тақырыбы шеңбер, дөңгелек. Оқу мақсаттары шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері, центр, радиус, диаметр ұғымдарын меңгеру, циркульдің көмегімен шеңберді салу. Оқу мақсаттарынан шығатын сабағымыздың мақсаты шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері, центр, радиус, диаметр ұғымдарын меңгеру, ажырата білу және циркульдің көмегімен шеңбер салып үйрену. Енді назарымызды суретте көрсетілген көріністерге аударайық. Суретте көрсетілген көріністердің ұқсастықтары неде деп ойлайсыздар? Сәл ойланып көріңіздер. Біз бірден байқағанымыздай, суреттегі көріністердің ұқсастықтары олардың сыртқы пішіндерінде. Берілген көріністеріміз шеңбер және дөңгелек тәрізді болып келеді. Енді назарымызды берілген А, Б, С, Д фигураларына аударайық. А, Б, С, Д фигураларының қайсысының нүктелері берілген О нүктесінен бірде қашықтықта жатыр деп ойлайсыздар? Бірден байқағанымыздай, А және С фигураларының барлық нүктелері берілген О нүктесінен бірде қашықтықта жатыр. Олай болса, А фигурасы бізде шеңбер болып келеді. Шеңбер барлық нүктелері бір жазықтықта және центрден, яғни О нүктесінен бірде қашықтықта жататын фигура. Екінші С фигурамыз бізде дөңгелек. Дөңгелек шеңбермен шектелген жазықтықтың бөлігі, шеңберді қоса алғанда. Енді шеңбер мен дөңгелектің элементтерімен танысайық. Дөңгелектің бізде ішкі және сыртқы аймақтары болады. Дөңгелектің ішінде жататын барлық нүкте ішкі аймаққа жатады, ал сыртында жатқан нүктелер ол сыртқы аймаққа тиесілі. Шеңбер мен дөңгелектің ортасы оның центрі деп аталады. Ол О нүктесімен белгіленеді. Енді осы О нүктесінен А нүктесін қосып тұрған кесіндіні байқап тұрмыз. Бұл бізде радиус деп аталады. Шеңбердің центрін оның бойындағы кез келген нүктемен қосатын кесінді радиус деп аталады. Біздің жағдайда ОА, ОБ және ОС кесінділері радиус. Ол R әрпімен белгіленеді. Және шеңбердің центрі арқылы өтіп жатқан BC кесіндісін көріп тұрмыз. Бұл бізде диаметр. Шеңбердің центрі арқылы өтіп, оның бойындағы екі нүктені қосатын кесінді диаметр деп аталады. Демек, BC диаметр, ол D әрпінен белгіленеді. Енді мұқият қарайтын болсақ, BC диаметрі OS және OB радиустарының қосындысынан тұр. Демек, диаметріміз 2 радиусқа тең екен. Сонда D тең 2R деген формула шығады. Енді оқушылар, сіздер шеңберді қалай салатын білесіздер ме? Олай болса, шеңбер салып үйренейік. Демек, шеңберді біз циркульдің көмегімен салады екенбіз. Енді осы алған білімің бойынша өзіңді тексеріп көр. Алдымызда бірнеше сурет берілген. Осы суреттердің қайсысы дөңгелек,
қайсы шеңбер болатын ажыратып көрші. Сәл ойланып болсаң, онда бірге тексерейік. Тарелка, бәліш, үстелдің беті және сағат бізде дөңгелек болады екен. Ал сақина, суға түсетін шеңбер, белдік және сақина бұл бізде шеңбер. Енді осы суреттерге қарай отырып, біз шеңбер мен дөңгелекті қалай ажырататынымызды анықтауға болады. Демек, дөңгелек бізде тұтас болады, бітеу, ал шеңбер бізде қуыс болады екен. Енді есеп шығарайық. Бізге үлгіде есеп берілген. Айдың диаметрі 3476 километр. Айдың радиусын табу керек. Бізге берілген диаметрдің формуласы бойынша диаметр 2 радиусқа тең. Олай болса, радиусымыз бізде диаметрдің жартысына тең болады екен. Сонда есебіміздің шешуі 3476-ны 2-ге бөліп, біз айдың радиусын табамыз. Сонда айдың радиусы 1738 километр екен. Енді осы берілген үлгі есепке қарай отырып және формуланы қолдана отырып, мына берілген екі тапсырманы өз бетіңше орындап көр. Келесі кезекте бүгінгі сабағымыздан тыс сіздерге қосымша мағлұмат бергім келіп тұр. Ол үшін математикалық лайфхак көруге шақырамын. Түрлі математикалық есептеулерді орындауда мұндай тиімді әрі оңай әдіс тәсілдерді біліп жүргеніміз абзал болады. Енді сәйкестендіру тестін орындайық. Егер радиус 7 болса, онда диаметріміз 14 болады. Ал диаметр 20 болса, онда радиус оның жартысына тең, демек 10 болады екен. Радиус дегеніміз шеңбердің кез келген нүктесін центрмен қосатын кесінді екенін білеміз. Диаметр шеңбердің центрі арқылы өтіп, оның екі нүктесін қосатын кесінді. Шеңбер берілген нүктеден бірдей қашықтықта жатқан нүктелер жиыны екенін білдік. Дөңгелек немен шектелген? Дөңгелек шеңбермен шектелген. Толық бұрыштың градустық өлшемі 360 градусқа тең. Енді осы жауаптарды бірге тексеріп көрейік. Өте жақсы, барлық жауаптар дұрыс екен. Енді құрметті оқушылар, сіздердің назарларыңызға тест тапсырмасын ұсынамын. Ол үшін экранда көрініп тұрған QR-кодты сканерлеу арқылы сіздер тест парақшасына өтесіздер. Сол жерде берілген тест тапсырмаларын орындап, яғни бүгінгі сабақ барысында алған білімдеріңізді қолдана отырып, барлық тест тапсырмаларына жауап беріп, жіберу батырмасын басасыздар. Батырманы басқаннан кейін әр оқушының өзінің ұпай саны белгілі болады және жіберілген кемшіліктер бойынша қатемен жұмыс жүргізе аласыздар. Іске сәт. Осымен бүгінгі біздің